Видео басталмас бұрын, бұл жай ғана болжам, ешқандай факт емес екенін айтқымыз келеді. Әлем сан мың галактикалардан тұратын тылсым дүние. Әрбір галактикада триллиондаған жұлдыз бар. Әрбір жұлдызда өзінің планеталары бар. Жерде дәл сондай күн деген жұлдызды жүйедегі планета. Ендігі дүниеде 18 мың галактика бар деп есептесек, олардың ішінде триллиардтан астам жұлдыздар болса, әр жұлдыз орта есеппен 5-10 планетаны қамтыса, сан планетаның арасында тек бізде ғана тіршілік бар деген қисынсыз. Сондықтан жат ғаламшарлықтар болуы да, болмауы да мүмкін. Сонымен бұл видеомызда сіздерге жат ғаламшарлықтар туралы беймәлім тұжырымдар келтіретін боламыз. Назка аралындағы суреттер. Бұл суреттер оңтүстік Америкадағы Назка шөлінде орналасқан. Оны тек аспаннан бақылауға болады. Бір қарағанда бұл суреттер кәдімгі өрмекші, жан-жануар бейнелеріне ұқсайды. Тіпті кейбіреуі адам бет бейнесін айшықтап тұрғандай. Бірақ мұндай өте алып пішіндегі суреттерді кім салуы мүмкін? Және бұл суреттер әлемнің түкпір-түкпірінде кездеседі. Мәселен, мынау Қазақстандағы суреттер. 20 ғасырда осыған байланысты жаңа болжам қалыптасты. Ол гипотеза бойынша бұл бейнелерді салған жат планеталықтар. Өйткені мұндай адам баласының қолынан келмес еді. Әлемде жүздеген пирамидалар болатын болса, олардың барлығы да 1 градус бойында тұр. Пирамида перғауындардың зираты есебінде салынған құрылыстар. Бірақ перғауындар неліктен өз қабілдерін өте үлкен қылып салғызған. Және осындай алып құрылыстарды біздің заманымыздан бұрынғы 2000 жылдықта адамдар іске асыра алуы мүмкін бе еді? Адам жасай алмаса, мұндай дүниелерді кім салған? Әзірге мұның жауабы белгісіз. Бірақ ғалымдар бұған да жат келімсектерді байланыстырып отыр. Оған себеп ол кездегі дамымаған адам баласының планетасына тек дамыған өркениеттің тіршілік иелері ғана мұндай ірі жобаны іске асыруға қауқары жеткен. Және мына бір иероглифтер ғалымдардың болжамын дәлелдеп тұрғанда. Достар, видеомыз аяғына жетті. Егер ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Және жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыз.